Келесі 4-те 137 есеп. Біріншісі синус x минус косинус x бөлімінде синус x қосылған косинус x тең. Синус x-ті өзін жазып алайық, ал келтіру формуласы арқылы косинус x-ті синус x арқылы өрнектейміз. Ол үшін минус деп таңбасын жазып, синус тек синус пи бөлінген 2 азайтылған x дейміз. Ал бөлімінде де дәл солай синус x қосылған синус пи бөлінген 2 азайтылған x тең. Енді формулаға салсақ болады, себебі екеуі де синус болды. Мынау бізде x, мынау бізде y деп аламыз. Сонда тең 2 косинус x қосылған пи бөлінген 2 азайтылған x бөлінген 2. Көбейтілген синус x енді азайту болғандықтан минус пи бөлінген 2, минусымыз плюс болып, плюс x бөлінген 2. Ал бөлімінде дәл осылай, бірақ несі ғана өзгереді, яғни 2 синус болады бізде, синус x қосылған пи бөлінген 2 азайтылған x бөлінген 2 косинус x азайтылған пи бөлінген 2 қосылған x бөлінген 2. Так, мына x-тар жойылып кетеді бізде. Мына жақта да жойылып кетеді. Тең қалды бізде сонда 2 косинус пи бөлінген 2, мынаумен 4 кетеді. Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4 көбейтілген жойылмайды. Мынау 2x болады. 2x пен 2 қысқарып кетеді, x-тің өзі ғана қалады. Сонда синус x азайтылған пи бөлінген 4 болады. Бөлімінде дәл солай 2 синус пи бөлінген 4 косинус x азайтылған пи бөлінген 4 болады. Енді қысқартып жібереміз екілерді. Косинус пи бөлінген 4 дегеніміз түбірасы 2 бөлінген 2 тең синус x азайтылған пи бөлінген 4. Бөлімінде түбірасы 2 бөлінген 2 косинус x азайтылған пи бөлінген 4. Сонда мынамен жойылып кетті, нәтижесі қалды бізде. Мынау синус альфа, косинус альфа болса, екеуінің бөліндісі бізде тангенс. Сонда тангенс x азайтылған пи бөлінген 4-ке тең болады. Екіншісі синус x қосылған синус y бөлімінде косинус x қосылған косинус y тең. Формуласы салсақ болады, яғни 2 синус x қосылған y бөлінген 2 косинус x азайтылған y бөлінген 2 бөлімінде, енді косинустар бойынша 2 косинус x қосылған y бөлінген 2 косинус x азайтылған y бөлінген 2 тең. Екілер бізде жойылып кетеді. Так, мынау синус x қосылған y бөлінген 2, яғни тура соның косинусына бөлінеді. Ол бізде тангенс береді, яғни тангенс x қосылған 2 бөлінген 2. Ал косинустар бөлімі ұқсас болғандықтан жойылып кетеді. Сонда нәтижесі тангенс x қосылған 2 бөлінген 2. Үшіншісі 2 синус y азайтылған
синус 2y бөлімінде 2 синус y қосылған синус 2y тең 2 синусты өзін жазып аламыз. Ал синус 2y-ті формула бойынша ашамыз. Минус 2 синус y косинус y. Ал бөлімінде 2 синус y жазып аламыз да, синус 2y-ті де қайта ашамыз. Плюс 2 синус y косинус y. Тең екеуінде де 2 синус y бар, жақша сыртына шығарып жіберсек болады. 2 синус y бір азайтылған косинус y бөлімінде дәл солай 2 синус y-ті шығарып жіберсек, бір қосылған косинус y. 2 синус y пен 2 синус y жойып кетеді, бізде қалды 1 минус косинус y бөлінген 1 плюс косинус y. Енді бірді біз косинус 0 градуста бірге тең солай жазылсақ болады. Яғни косинус 0 градус азайтылған косинус y бөлімде косинус 0 градус қосылған косинус y тең. Енді осыны формулаға саламыз. Ол дегеніміз минус 2 синус 0 қосылған y бөлінген 2 синус 0 азайтылған y бөлінген 2. Бұл бізде алымы. Бөлімі бойынша 2 косинус 0 градус қосылған y бөлінген 2 косинус 0 градус азайтылған y бөлінген 2. Тең минус 2 синус y бөлінген 2 синус минус y бөлінген 2 бөлімінде, бөлімінде 2 косинус y бөлінген 2 косинус минус y бөлінген 2 тең. Енді осы жерде y деген алдындағы минустен плюс болып кетеді, сонда 2 синус y бөлінген 2 синус y бөлінген 2 қалады. Ал бөлімінде 2 косинус y бөлінген 2, минусы косинус жұп қойса болғандықтан алдына шықпайды, косинус y бөлінген 2 деп жазып алсақ болады. Енді 2 мен 2 жойылып кетеді, мынауымыз бізде тангенс береді. Мынау да бірде тангенс береді. Сонда тангенстің екінші дәрежесі, яғни квадрат y бөлінген 2-ге тең болады екен. Төртіншісі тангенс 2y қосылған тангенс y бөлімінде тангенс 2y азайтылған тангенс y тең. Енді алымы бізде формула. Ол дегеніміз синус 2y қосылған y бөлімінде косинус 2y косинус y. Бұл бізде алымының формуласына салды. Енді бөлімін бөлу деп формулаға ойынша салады. Ол дегеніміз дәл осының енді азайтындысы. Синус 2y азайтылған y бөлімде косинус 2y косинус y. Енді көбейтуге айналдырып аламыз. Синус 3y бөлімде косинус 2y косинус y. Көбейтуге айналдырып жібереміз. Сонда косинус 2y косинус y синус y-тің өзі. Тең. Мен жойылып кетеді, бізде қалады синус 3y бөлінген синус y тең. Енді синус 3y-тің формуласын жазып алады. Ол дегеніміз 3
синус y азайтылған 4 синус куб y. Ал бөлімін дәл солай жазайық, синус y. Енді жақшаның сыртына синус y-ті шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде 3 қалды, азайтылған 4 синус квадрат y. Бөлімде синус y. Синус y пен синус y жойылып кетеді. Бізде нәтижесінде 3 минус 4 синус квадрат y